Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді, хош иісті апельсин бәлішін дайындаймыз. Бәлішімізға керекті заттар: қаймақ, қант, корица, куркума, апельсин, сұйық май, апельсин цедрасы, ұн, қамыр қопсытқыш, жұмыртқа қажет. Ыдысқа жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстіне қантымыз салып, миксердің көмегімен 2 есе ағарып, көпіргенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін куркума мен корицаны, сұйық майды, қаймағымыз саламыз. Мен алдын ала апельсин цедрасын күштен өткіздім. Цедрамыз салып араластырамыз. Ұн мен қамыр қопсытқышымызды 2-ге бөліп саламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді формаға құямыз. Формамыз шетіне мен пергамент қағазын төседім. Барлық қамырымызды формамызға құйып, үстіне кесілген апельсин бөліктерін саламыз. Пешімізде 45-50 минут пісіреміз. Бәлішіміз пісті. Біраз суығаннан кейін сыртындағы пергамент қағазынан шешіп аламыз. Иісі, түсі өте керемет, және иісі де, түсі де ерекше бәліштердің бірі. Әдемілік үшін үстіне қант ұнтағын септім. Қамыры жұп-жұмсақ, өте нәзік. Біздің отбасымыздың сүйікті бәліші. Сіздер де осы бәлішті дайындасаңыздар, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Шайға өте дәмді. Ортасында апельсин бөліктері бар. Сіздер де осындай дәмді бәліш дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.